Ұстазым мұлағатым үлгенегем. Алғаш мектеп есігін ашқанымда, күнім болып көріндің аспанымда. Білім болып төгілдің жас жаныма, гүлім болып егілдің асқарыма. Іздегенде ұмыт балағамын, қас қағымға, қасымнан тастарымға, бастау шатырларым жас жаныма. Сіз бенен біз бар әлемді қиялменен шарлаймыз, тест орындап, зерттеу жасап, сабақтардан қалмаймыз. Сіз кіргенде дәу картаны қолға алып, география, Ғали апай келді деп біз жайнаймыз. Бар ғұмырын химияға арнаған, ол білмейтін элементтер қалмаған. Паттигүл апай сізге де үлкен алғыс, химияны ойға тоқып үйретуден талмаған. Ген РНК, ДНК деп тіл қатқан, дүние деген тұрады екен шешілмейтін жұмбақтан. Сен әкеңе ұқсағансың балам-ау деп біздерге биологиядан Айдар апай үн қатқан. Дүниемен танысуға берген талай көмегін, физиканы ең маңызды пәннің бірі дер едім. Оны үйреткен Ғали апай ұстазым, сіз барда физикамен сусынданып келемін. Қосып алып бөліп тақ көбейткен, шашаудан тауып санды сосын теңеткен Айбек ағай ұстазым есептеуді бізге талмай үйреткен. Жас ұрпаққа жалынды сөз маржанын дарытқан, алтындағы баламен тіл арқылы табысқан. Орыс тілін меңгерген, үйретуді жөнделген Сержан Айгүл ұстазымыз әрқашан ұрпаққа жаңа үн берген. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Мұхтар абай сөйлеген дана тілім. Оның бізге ұқтырған терең сырын Балнұр апай әрқашанда біздерге берген білім. Ұстазым екінші анам аялаған, біздерден бар білімін аямаған. Жетекші апай сізге үлкен мың алғыс, таңертең күнде құшақ жая алған. Мектеппен қоштасу. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер болып мектепте өткізген уақыт қалатын шығар. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде 11 жыл уақыт әр бала өткізеді. Мектеп табалдырған тардай болып аттап, 11 жыл бойы білім алып, таудай болып шығамыз. Алғашқыда мектепке келіп әрбір әріп санды жазып үйрену қалай қиынға соққан еді. Уақыт өте бәрі өзгерді. Жазуды да, оқуды да білмейтін кішкентай балалар бүгін міне мектеп курикулар атестатты қолдарына ұстап, үлкен өмірге жолдама алды. Қашан ғана осы мектепті бітіремін деп ойлайтын кездер көп болып еді. Қазір сол мектепті бітіріп шыққаныма өзім сене алмаймын. Көзді ашып жұмғанша уақыт тез өтті де кетті. Соңғы қоңырау осы жолы біз үшін расында да соңғы рет соғылды. Сонша асығып бітіргім келген мектебіммен қимастықпен қоштасып отырмын. Мектеп қабырғасында өткен қайран уақытты бағаламаппыз. Мектеп қабырғасында өткізген әрбір күн, әрбір 45 минут балалық шағымның балғын уақыты болып қала бермек. Мектеп үлкен отбасы, ұстазымыз біздің ақылшымыз, анамыз, сыныптастарымыз, жақын досымыз. Мектеппен қоштасу балалықпен қоштасу. Мектепте біз шынайы дос табамыз, білім алып өмірде үйренеміз. Мектеп бізге тірек беріп, жоллық пен бақыт сыйлайды. Ал ұстаздар болса бізге үйретуден еш жалықпас. Мектепте өткен уақыт адам өміріндегі шаттыққа толы кездер. Дәл осы кездер есімізде ең жарқын естеліктер болды. Аса құрметті осынау алтын ордаға тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан менің сыныптас достарым. Бүгінгі күні бәріміз өзіміздің алтын ұямызды, өмір атты ұлытауды биікке алып шығып бара жатқанымызды айтар тілегім. Қайда жүрсек те, қайда болсақ та, қанша жасқа жетсек те бір-бірімізді ұмытпайық, менің алтын сыныптастарым. Сендерге алдағы уақытта тек қана сәттілік жар болсын, жетістіктерге қол жеткізіңдер, өмірден өз орындарыңда адаспай табыңдар, бәріңде ақ жол мен аппақ көгершін армандарыңа сүрінбей жетіңдер. Өйткені біз мектеппен қоштасып үлкен өмірге қанат қағып барамыз. Енді бізді алда өмірдің сан тарау жолдар күтіп тұр. Сол жолда әрбіріміз бақыт үшін, өмірден лайықты орын алу үшін күресеміз. Аяулы ұстаздар, сіздер жасаған еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.